Осы сабағымызда біздер компьютерді дұрыс қосуды һәм дұрыс өшіруді үйренеміз. Біздерде настольный компьютер болса, настольный компьютердің артында мынандай системный блок деген зат болады. Сол әрдайым қосылып тұру керек. Осы қосылғаннан кейін біздер компьютерда power деген кнопканы тауып аламыз. Power деген кнопканы басқаннан кейін загрузка болып бастайды, қосылып бастайды. Қосылған уақытта 3-4 мәрте мынаны қайттан басып жібермең. Ол қосылып болу керек. Ноутбукларда болса, ол power деген кнопка мынандай болып тұру керек, мынандай белгіде. Осы қосылды компьютеріміз, енді біздерде рабочий стол деген пайда болады, жұмыс бетіміз. Осыда біздерде керекті файларымыз тұрады рабочий столда, и панель задач деген затымыз бар. Панель задач мынау деген. И біздерде пуск деген кнопка бар. Компьютерді дұрыс өшіру үшін біздер енді мына кнопкаға қайттан басып жібермейміз. Компьютерді дұрыс өшіру үшін бұл кнопкаға баспаймыз. Енді компьютерға мына жерге барып тұрып, мына кнопканы тауып аламыз. Завершение работы деген бар. Завершение работады басқаннан кейін компьютеріміз дұрыс өшіріледі. Компьютерімізді дұрыс басқару үшін біздерге мышка керек болады. Мышкада текарынан 3 кнопка болады біздерде. LKM, левая кнопка мыши, и правая кнопка мыши, шеп жақ, оң жақ. И колесико болады біздерде. Енді әрқайсының функцияларымен бірме-бір танысып шығайық. LKM-мен танысып шығамыз. Қараң, бір мәрте басым, файл сайланды, яғни иконка сайланды, программа сайланды. Бір мәрте басаман, сайланады. Енді 2 мәрте тез-тез басаман, осы жерде осы файл ямаса папка ашылады. Мысалы, бір программаны ашып көрейік. 2 мәрте тез-тез басаман, наған ол да ашылды. Ашылған уақытта біздерде окно пайда болады. Окнода текарынан оң жағында 3 кнопка бар. Көрдіңіз ба? Мына кнопканы бассам, свернуть кнопкасы екен. Свернуть деген төменге түсіп кетеді. Қараң, файлыңыз төменге түсіп кетті. Мына жерге түсті. Үстіне шеп жағымен мышканы басаман, LKM-мен, и пайда болды. Мына жерде развернуть деген кнопка бар. Развернуть үлкен қылып қояды. Полный экранға шығарады, толық экранға шығарды. И ақырында мынаны бассаман, X деген бассам, жоқ болып кетті. Енді окномен кейінгі сабақтарда көреміз, жақсы істесіп, LKM-мен танысып шықтық. PKM-мен танысайық. PKM деген контекстный менюді ашуға керек болады. Мысалы, мышканың оң жағын басаман, біздерде контекстный меню деген ашылды. Көрдіңіз ба? Осы жерде әртүрлі операциялар істесек болады. Мысалы, текарынан создать деген бар. Создать деген жарату, папка жаратсақ болады. Яғни біздерге керек Word, Excel, яғни текстовый файл жаратсақ болады. Яғни презентация жаратсақ болады. Оны папка жаратып көрейік. Нөлден. Мышканың оң жағын басаман, PKM, создать дегенге бараман. Создать дегенде папкадан сайлайман. Сайлау үшін шеп жағын басуым керек. Шеп жағын бастым. Осы жерде көк жазу болып тұрды. Шеп жағын қайттан басайын мына жерге. Болды, папка жаратылды. Осыған кіру үшін біздер 2 мәрте басамыз. Кірдік. Енді қараң, колесикомен танысып шығайық. Колесико не үшін керек болады біздерге? Қараң, мына жерде мынандай тағы бір файлар бар. Осы жерде төменге түсу үшін үлкенлеу неде ашып көрсетейін. Шеп жағын ашаман. Мына жерде works деген бар. Қараң, колесико не үшін керек болады біздерге? Мына затымыз колесико. Колесиконы былай төменге тартсаңыз, төменге түседі. Жоғарыға итерсеңіз, жоғарыға түседі. Көрдіңіз бе? Файлар көп окноға сыймай атқан болса, төменге жоғарыға апарсаңыз болады. Любой неде істейді. Мысалы, документте де істеп кете береді. Мысалы, планым бар. Планды ашаман. Міне. Окно бар. Свернуть, развернуть, хамек окнолар, кнопкалар тұрыпты. Енді төменге түсіремен, көрдіңіз ба? Міне, былай жоғарыға төменге түсірсем болады. X деген басайық. Шығып кетеміз. Енді контекстный меню жаратуды үйрендік. Создать дегенге басып, жарата береткенбіз. Документ файлда жаратып көрейік. Міне, жаратылды. Енді біздер өшіруді үйренейік. Контекстный менюді, файлдың контекстный менюін ашайық. Мышканың оң жағын басаман, үстіне апарып тұрып, мышканың оң жағын басаман. Осы жерде мен файларды удалить етсем болады, атын өзгертсем болады, переименовать деп удалить. Яғни сағат түрлі операциялар істесек болады. Оның свойствосын біліп алсам болады, мысалы.
удалить етуді үйренейік. Удалить деген басамын, удалить деген басылды. Өшіп кетті осы жерден. Рабочий столдан өшті. Мишканың оң жағын басамын, перманент деген басамын. Мысалы, енді атын өзгертемін. Клавиатурада әр түрлі кнопкаларды бассаң, болды, сөйтіп мишканың шеп жағын басып жіберің. Аты өзгерді. Копировать деген бассам, копировать етілді. Енді осыны бір жерге қойым керек. Мишканың оң жағын басамын, мына жерде вставить деген болу керек. Вставить, мына жерде вставить деген. Копиясы, соның файлдың, яғни папканың копиясы шықты. Біздер енді LKM мен PKM мен колесикамен танысып шықтық. Енді кейінгі сабағымызда клавиатурамен танысып шығамыз. Компьютерді дұрыс басқару үшін һәм малумат кіргізу үшін біздер клавиатурадан пайдаланамыз. Клавиатурада біздер символ кіретін кнопкалар 1-ден 0-ге 9-0 һәм әріптер тұрады. Һәм қызмет кнопкалар бар. Олардың бәрі Tab, Escape, Caps, Home бәрі қызмет кнопкалар. Бірімен-бір танысып шығайық. Баста танысып шығатын қызмет кнопкамыз Backspace. Мысалы, бір файл жаратамын, мишканың оң жағына создать деймін, папка жаратамын. Енді Backspace'ті бассам, осы жазу өшеді. Backspace'ті бастым, өшті. Енді әр түрлі символ кіртсем болады. Мысалы, міне кіртіп атпан, клавиатурада басып. Енді өшіру үшін, осы жазуды өшіру үшін мен Backspace'тен пайдаланамын. Пайдаландым, өшірдім. Енді өзімнің атым үлкен әріппен жазу үшін Shift-тан басып пайдалану керек. Shift-ті басып тұрамын, А дегенді басамын. Енді болды. Үлкен әріп болды. Shift басып тұрып жазу жазсам, әмесі үлкен әріппен жазылады. Shift басып тұрым керек бірақ. Енді қараң, мен кириллша жаздым, мен латынша жазуым керек болады. Онда мен Alt-ты басып тұрым керек, Alt деген кнопканы, Alt Shift деген басаман. Комбинация, бұл комбинация делінеді. Тіліміз өзгереді, клавиатура раскладкасы да өзгерді. Backspace-пен басып өшіремен, Shift-ті басаман. Жазылды. Мұнаны басып тұрып, тілді өзгертсем де болады. Пуск деген кнопканы басып, тілді өзгертсем де болады. Мына жерде өзгертсем болады. Мишкамен өзгертсем болады бұл жерде. Бірақ клавиатурамен тез болады. Соның үшін Alt Shift деген басып үйренің. Alt Shift-ті басып тұрасыз, һәм Shift-ті басасыз. Енді әмесі үлкен әріппен жазылу керек деген болсаңыз, біздер перманент деген басаман, Backspace-ті басайын, әмесін өшірейін. Caps Lock деген кнопка бар. Caps Lock-ты болсаңыз, әмесі үлкен әріппен жазылады. Болды. Caps Lock-ты басып тұру шарт емес, тек бір мәрте басасыз, болды. Осы жерде клавиатураңызда индикатор деген зат бар. Caps Lock деген 3 рең, сол жерде жанып тұру керек мына жерде. Caps Lock-ты басқаннан кейін әмесі үлкен әріппен жазылды. Мына стрелкалармен навигация қылсақ болады. Қараң, үстіне бастым. Енді стрелканы басаман. Мына жер өзгереді. Міне, қараң. Стрелканы басатпан, навигация болмай тұрыпты. Одан пайдалансаңыздан болады, пайдаланбасаңыздан болады. Енді біздерге керек болатын, енді Enter деген кнопка бар. Enter деген тастықлау деген. Мысалы, бір жерге басып тұрыппан, Enter-ді бассам, осыған кіреді. Міне, кірді. Enter-ді басам, кіреді. Мишканың шеп жағын баспайман, тек мишканы апардым, міне, Enter-ді басаман, осыған кірді. Файлға да кіретін болсаңыз, Enter-ді 2 мәрте бассаңыз болады, міне, Enter-ді басады, кіреді. Және бір Delete деген бар, ол Delete деген ол өшіріп тастайды. Мысалы, мына үстіне басасыз, Delete деген кнопканы тауып аласыз, Delete өшіп кетеді. Файлыңыз өшіп кетті. Мишканың оң жағын басып тұрып өшірсем де болады, удалить дегенді. Farқы жоқ, қареген функциядан пайдаланып қоя бересіз. Біздер символ кіртуді үйрендік, тілді өзгертуді үйрендік, бас әріппен, кіші әріппен жазуды үйрендік. Caps Lock қосылып қалған болса, Caps Lock үстіне қайттан басып жүресіз. Capital Lock деген. Сонымен клавиатурадан танысып шықтық. Windows-тың өзінің переводы айна деп переводланады. Орысшасы окно делінеді. Енді кәне біздер окнолармен істеуді үйренейік. Мишкамен екі жағын басаман, біздерде папкамыз ашылды. Оның бәрі окно делінеді. Окноны біздер мишканы апарамыз, екіге бөліну керек. Бұлай екіге бөлінді, көрдіңіз ба? Соны бұлай тартып үлкейтсем болады. Мына углына апартсам, бұлай үлкейтсем болады, кішійтсем болады. Енді
развернуть, свернуть x дегендерди көрүп чыктык. Свернуть деген төмөнгө түсүрүп жибереді. Мына жерге төмөнгө түсүп кетеді. Төмөнгө бастым. Свернуть болду. Кайтадан чыгаруу үчүн буну үстүнө кайтадан бир басаман. Болбосо alt tab деген комбинацияны басаман. Alt tab. Мына жерде былай чыгуу керек. Хамма окнолорум чыгады. Развернуть деген былай үлкен кылып жибереді. X деген кадимгидей чыгып кетеді. Ачып көрейин кане. Окнону ачтым. Энди мынаны үстүнө шеп жагын басып туруп кыймылдатсам болот окнону. Былай кыймылдата аламан. Былай кыймылдатам, былай кыймылдата аламан. Бул жерде плюсту басып таза окно ачсам болот. Болбосо былай башка программаны ачсам да болот. Караң, энди менде 2 окно ачылып турупту. Көрдүңүзбү? Енді осы окноны былай бір қосып жіберсем болады, я болмаса алып былай екіге бөліп жіберсем болады. Екіге бөлінді. Енді экранның тең ябынына қою үшін мына шеп жағын басып тұраман да, басып тұрып, мына бұрышқа ораман, былай ораман, тең ярымына бөлінді. Енді былай бөлінді. Былай қылып қойсам да болады. Мына үстіне басаман, 3-тен 1, я болмаса углына, қалеген жеріме былай қойып қойсам болады. Былай қойып қояйын кәне, окномды үстіне басаман, мына жоғарыға ұрдым. Жоғарыға ұрғаннан кейін былай біреуін сайлайман. Ешкіні жібермеймін, шеп жағын. Oldu. Осындай тикарны осы окнолармен істейміз. Қайтадан көрейік. Тең ярымға бөліп көрейік. Создать деймін, папка жаратаман. Новая папка, оны атын өзгертсем де болады. Переименовать деген басып. Мысалы, бірінші папка. Аштым. Ішіне кірдім. Окнода тең ярымына бөлүү үчүн шеп жагын басып турпанын мишканын мына углуна ураман. Углуна урулуу керек. Мына мишканы былай урсаңыз тең ярымына бөлүнөдү. Осы затты біліп алуыңыз керек. Жақсы кішірейтіп, үлкейтіп, өзіңізге қолай қылып алуды, окноны осыны жақсы істеуіңіз керек. Onun үшін жақсылап істеніп, үйреніп алың. Былай үлкейтіп, кішірейтіп. Тикарынан біздер пайдаланатынымыз, мына окноны аштым, 3-4 окно ашып қойыппын. Хаммесini развернуть деп қойып қойсам, мысалы, міне развернуть. Енді екіншісini ашуым керек болса, alt tab деген комбинацияны басаман. Оны экранный клавиатурадан пускты бастым. Экранный клавиатура дейін. Өзіңіздің клавиатураңызды бастаңыз болады. Мына экранный клавиатура ашу шарт емес. Alt tab деген комбинация. Қараң. Сіздерде ашық окнолардың хаммесін көрсетіп қояды. Мына жерде запись қылатын окном тұрыпты менде. Бірінші сабақлар и бірінші папка деген. Мынауда окно есептелінеді. Ашық программаның бәрі alt tabпен көрсеңіз болады. Altты басып тұрасыз. Altты басың қазір. Сөйтіп tabты басың. Tabты баса бересіз. Alt tabпен комбинациясын көрдіңіз. Сонымен окнолармен істесуді үйрендік. Кейінгі сабақларымызда енді Word'ты полный өте берсек болады.